Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен химия пәні бойынша НКТ тестте келген сұрақтармен бөлісетін боламын. Бұл жерде 20 сұрақтай 25.04.2024 жылы келген сұрақтар. Яғни ең алдымен бұл жерде сарымен белгіленген сұрақтардың жауабы қарамен жазылған сұрақтар болып саналады. Енді бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ: сұйытылған қышқылмен әрекеттесетін металл темір және алюминий. Екінші сұрақ: майды гидролиздегенде оның массасы бастапқыда 2,7 грамм артып 38,4 грамм тек қана бір карбон қышқылы түзіледі. Карбон қышқылының формуласы С15H31SOOH болып есептелінеді. Енді келесі бізде үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ бізде 600 мл сутек пен бромның сәйкесінше 0,01 моль және 0,02 моль болса, тағы да оны 0,01 мольге арттырған кезде реакция жылдамдығының өзгерісі 0,6 моль литр көбейтілген секунд болады. Бұл жерде жауабы негізі бұлай шықпайды, бірақ тестте осы жауап дұрыс болып саналды. Енді төртінші сұрақ: контекст аскорбин қышқылы туралы болды. Соның ішінде 3 грамм аскорбин қышқылы тотықсыздандыруға жұмсалатын сутек атомының массасы 0,034 грамм болып есептелінді. Бесінші сұрақ: екінші контекст келді. Бұл контекстте майлар туралы болды. Ондағы 1 моль май жанған кезде 57 моль көмір қышқылы газы, 54 моль су түзіледі. Сол майдың формуласын сұрап тұр. С57H108-6. Алтыншы сұрақ: бізде 4 моль этанды хлорлағанда түзілген затты катализатор қатысында вирус әр сатының шығымы 80% болатын болса, реакцияға түсіргенде түзілген өнімнің атауы және қалыпты жағдайда көлемі тап деген көлемін. Бұл жерде жауабында бутан болады, бірақ негізі есептің жауабы 28,672 литр шығады, ал бірақ тестте бутан 57,3 литр жауапты белгілейсіздер. Енді жетінші сұрақта 12 грамм концентрлі күкірт қышқылы мен калий әрекеттескенде сасық иісті газдың қалыпты жағдайда көлемі дейді. Бұл жерде 0,755 литр шығады. Табиғи полимерлер деген сұрақ болады. Нарөз, пептид. Бұл жерде сұрақ толығымен жазылмаған. Примерно есте қалғандай сұрақ болды және сразу жауабымен, нақты жауабымен бөлісіп отырмын. Темір және құмның қоспасын бөлу әдісі магниттеу. Одан кейінгі контекст жаңа айтқандай аскорбин қышқылы. Бұл жерде 2 рет қайталанып кетіпті. Майдың екінші контекст майдың формуласы, оны жаңа айттық. Одан кейін 13-ші сұрақта 12 грамм концентрлі күкірт қышқылының калий әрекеттескенде сасық иісті газы 0,55 литр. Сульфид ионын анықтайды. Қорғасын 2 және күміс нитраттары. Сутек бойынша тығыздығы 8,5 болатын азоттың қосылысы. Бұл жерде NH3 аммиак болады. Агрегаттық күйі сұйық болатын элемент бізде бром болып саналады. Дәл осындай сұрақ болады, бірақ агрегаттық күйі газ тәрізді болады. Ол жерде хлор деген вариант дұрыс болады. Келесі 17-ші сұрақ: изотон. Изотон дегеніміз нейтрон сандары бірдей атомдар. 18-ші сұрақ: иондық байланыс деген сұрақ болады бастапқыда. Оның жауабы электролиттер деп белгілейсіздер. Электролит дегенде жауап бар, бірақ шатастырып алмауға тырысамыз. Енді мыс +2 ионына сапалық реактив, ол калий гидроксиді. 20-ші сұрақ: 12 сигма байланысы бар sp2 болатын бензол. 21-ші сұрақ: глюкозадан сүт қышқылын алу реакция теңдеуін жазу. Бұл жерде жауабы жоқ, бірақ осындай сұрақтар келді. 22-ші сұрақ: бұл реакция берілген. Реакцияда тотықсыздану үрдісін анықтаңдар деген, яғни азот болады. Азот +5-тен +1-ге дейінгі аралықта өзгеріп жатыр. 23-ші сұрақ: жылу мөлшеріне есептеледі. 130-5 килоджоуль деген белгіледік. Агрегаттық күйі газ болатын хлор. Этан мен хлор әрекеттескенде
түзілетін заттың массасы және холосутектің зат мөлшерін сұрайды. Бұл жерде де жауап жоқ. Қанша этанның массасы берілген есте толық түспегендіктен тек қана осындай заттар әрекет етеді деп жаздым. Енді 26-шы сұрақта мыс хлориді, бұл енді контекст ретінде келінген. Контекстте сіздерде көпірім хлор 2 көбейтілген 6 H2O болады. 10 H2O, 5 H2O деген жауаптарда бар, бірақ бұл жерде коэффициенті 6 коэффициентті су молекуласы болады. 5 килограмм картоп деген есеп болды, бірақ оның толық жаңағы сұрағы есінде жоқ. Бірақ осындай сұрақтар келді. 28-ші сұрақта жылдамдықтың формуласы, бұл жерде С бөлінген Т 29 қысымды 4 есе арттырғанда деген есептер болады, 64 есе асады. Енді 30-шы сұраққа тоқталатын болсақ, жылдамдығы 0,06 мол литр, 20 секундтан кейін 0,027 мол литр. Яғни бұл есептің жауабы 0,06 мол бөлінген литр секунд. Екінші топ элементіне генетикалық байланыс болды. Триолетаттан триэстат алу деген болды. Ол жерде полиэтиленнен сондай сияқты жауаптар болды, түрлі варианттар болды, бірақ нақты есімде жоқ. 33-ші сұрақта зат мөлшері және массасын тап деген есеп болды. Вирус реакциясы. Одан кейін келесі массасы 72 грамм эквивалентті деп тұр. Эквивалентті металл фосформен әрекеттескенде 134 грамм металл фосфиді түзілді. Реакцияға қатысқан металлды тап дейді. Бұл жерде жауабы магний болады. Екінші одан кейін контекст келді. Контекстте бізде Қазақстанның көк теңізі химиялық реакция жылдамдығы болды. Оны тәулігі 0083. 2-0 болады, немесе 1-0 болады. Әйтеуір 83 деген вариантты белгілейсіздер жауабында. Енді келесі екінші сұрақта бізде диметил бензолдың жану реакциясының жалпы коэффициенттерінің саны нешеге тең дейді. 49-ға тең деген вариантты белгіледік. Одан кейін бізде 5-6 грамм фосфор жанғанда түзілген оксидті суда ертіп, күміс нитратымен әрекеттестіргенде түзілген тұнбаның массасы қанша деді. 75,4 болады грамм. Одан кейін коммутация реакция келді. Бұл жерде аммоний нитраты болады. Анилинға сапалық реакция деген сұрақ болды. Одан кейін мироптилиттің 5% ерітіндісін дайындау үшін 60 грамм тұз ерітілді ерітінді массасы дейді. Бұл жерде контекст ретінде келуі де мүмкін, бірақ нақты есімде жоқ. 11570 бутылка деген сол жауап дұрыс болды. Одан кейін келесінде осындай иондық байланыс әдісімен теңестіру коэффициент саны 16 дейді, донорлы 16 болады. Ал келесі мына екінші сұрақ қосылып кетіпті. Бұл жерде бұл донорлы деген сұрақ, бұл 8-ші сұрақ. Донорлы аксепторлы түзілген ион аммоний ионы болып саналады.